Алихан, мен шай дайындап жатырмын. Анақтан мен Қарай қой ана жақтан. Әйші домбыра. Құдай құлма ұрттай. Домбыраны тартып отырмын. Домбыра деген өнерлі домбыра. Осыны үйреніңдер. Қазақтың дәстүрі 8 қырлы, 1 сырлы домбыра. Ал қызым, қаншайым менің қызым. Не, жетіген аспанның шегін дұрыстап алып келдім мен. Қазір осында бір шертіп берші бізге. Бәрекелді. Бір өте жақсы басымыз құранып, жақсы кеш болып жатыр. Ал мынау деген бұл біздің ұлттық құндылығымыз. Мына домбыра, жетіген аспаптары қазақтың ертеден қолданып, осы атадан балаға қалдырған мұрасы. Осы домбыраның үнімен, жетігеннің сазыменен адам өзінің көңіл күйін шығарма қылып, сәттілікпенен кейінгіге жеткізіп отырған, домбыраның күйімен име қалған нармаяны еткен, қаңқылдаған аққудың даусын салған, ұшып бара жатырған. Я болмаса бір жаманат хабарда ақсақ құлан деген мысалға ханның баласының өлімінде сонымен жеткізген. Сонымен қазақ, біздің қазағымның бойына осындай асыл қасиеттерді ұрпағына, кейінгі ұрпақтарына осылай дарытып беріп отырған. Ал өнерге жақын адам, қарақтарым, ол енді асыл мұраның иесі болады, жақсы тәрбиелі бала азамат болып өседі. Ал бұл деген біздің ұрпағымыздан ұрпағымызға жалғасатын дәстүр. Ал құтты болсын, өнерлерің үстем болсын енді. Дендерің сау, бақытты болыңдар қарақтарым. Алла қабілетсін тілегім білді. Шайда келіп қалды ғой міне ал. Шай ішеміз ба? Ішеміз.